Сол Нұрым айтқан екен Фатиха термесінде. Балдан тәтті не нәрсе ішпесе ода у болар. Жібектен артық не нәрсе кимесе ода тұл болар. Бәйгеден келген бош шұбар оны көркем көрсеткен құйрығымен жал болар. Жал құйрықтан айрылса шұбар шолақ тай болар. Арқар деген аң болар, ол арқардың мекені Асқарада тау болар. Бісміллә деп бастасам сөз қылама, ұртымнан көре алмаған біреулер сөз айтады екен сыртымнан. Алқалы дуды көргенде айтулы жүйрік жұлқынған. Мен ежелге жүйрігін салдырмай қамшы ұмтылған. Ұсынсам қолым жетер ме қырдан асқан түркідей қырмызы қызыл заманға. Айтқан сөзім өтерме сөз білмейтін жаманға. Қайра қамшы сілтеме сүйекке біткен шабанға. Екі жақсы қосылса бірін бірі қия алмас. Екі жаман қосылса бір мекенге сыя алмас. Дүния деген сары алтын әркімдерді алдаған, қабаты қалың қара жер талай ерді жалмаған. Әзіреті Жүсіп Нұхыдан 18.000 қаламның падишасы Сүлеймен бұл дүние қалған солардан. Біз де бір күн кетеріміз артық болса олардан. 18.000 қаламның тірісі өмір сүрсін деп, өлгенін қазып көпсін деп, 7 қабат жер берген. Оның сәні келсін деп, айдын шалқар көл берген. Оның сәні келсін деп, жағалай қонған ел берген. Оның сәні келсін деп, құрбы құрдас тең берген. Оның сәні келсін деп, маңдайдан дәлдеп шығарып, жарқыратып көз берген, сөйлеуге қызыл тіл берген. Бұл дүниені байқадым қасиеті сол бір көзбенен. Әрбір түні сөз айттым оралған қызыл тілменен. Ажал келсе бір күні саудаң болмас елменен, құрбы құрдас теңменен, төсектен жуық бұларсын төрт қырлап қазған көрменен дейді.